Каспий KZ-тегі хабарландыруда бос жұмыс орынды қалай орналастырады? Каспий KZ мобильді қосымшасында хабарландыру сервисін ашыңыз. Және беру деп басыңыз. Хабарландырудың атауын жазыңыз. Тезірек жауап алу үшін, онда сізге қандай маман қажет екенін көрсетіңіз. Атаудағы таңба саны 5-тен 75-ке дейін болуы мүмкін. Тек бас әріптермен жазуға және жалақыны көрсетуге болмайды. Бос жұмыс орындары деп басыңыз. Сипаттаманы толтырыңыз. Компанияңыздың атауын енгізіңіз. Ізденушіге қойылатын талаптарды, оның міндеттерін, жұмыс жағдайын және басқа да маңызды ақпаратты толық сипаттаңыз. Сондай-ақ қызмет саласын, кәсібін, жұмыс тәжірибесі мен кестесін көрсетіңіз. Егер қашықтан жұмыс істейтін қызметкерді іздесеңіз, белгі қойыңыз. 1 ай, 1 ауысым, 1 күн немесе 1 сағат үшін теңгедегі жалақыны және төлеу мерзімін көрсетіңіз. Байланыс телефондарын қосыңыз. Каспий KZ мобильді қосымшасына тіркелген телефон нөмірі автоматты түрде таңдалады. Оны қалдыруға немесе жаңасын енгізуге болады. Хабарландыру беру деп басыңыз. Ол осыдан кейін 5 минуттан соң жарияланады. Бұл туралы Каспий KZ мобильді қосымшасына хабарлама келеді.